Сәлем достар, бүгін геймер Исатай Free Fire'ға қайта оралды. Достар, бүгін сіздермен біз Bow рейтингті ойнаймыз, және Bow рейтингте қалай ташер болу керегін және қалай хедшоттар беру керек екенін көрсетемін. Достар, бізде бірінші раунд пистолет, яғни М500 пистолетімен ойнайтын боламыз, және осы М500 пистолетімен қалай хедшот беру керек екенін, және екінші раундта ақша бізде толыққанда көп болу үшін жақсы ойынды көрсетуіміз керек. Біз бірінші раундтан бастап енді адамдарды іздейміз. Бар ма жоқ па? Адамдар қайда екен? Адамдар үстіде жүр екен, яғни ящиктің қасында. Бізде атыстар болып жатыр. Мінекей достар, бірінші хедшот, қазір екінші хедшот беріледі. Күте тұрыңыздар. Мінекей. Енді бұл жерге қасына келіп, бұл жерде эмоция жасау керек шығар деп ойлаймын енді. Хедшот. Бізде артымыздан крисалар келіп жатыр. Соларды, яғни өлтіру керек. Ұту үшін келесі раундта бізде көп ақша болу үшін біз ұтуымыз керекпіз. Достар, өздеріңіз көріп отқандай бірінші раундты жеңдік, яғни бізде 3 килл жасап, ақшамызды 3000 теңгеге келтірдік. Бұл жерде мен МК-ны таппай зорға тауып алдым. Қазір МК-мен хедшот бастан бере аламыз ба, соны көрейік. Бастан беруіміз керек біз, өйткені бізде 3-ші раундта толыққанда өзімізге керек затымызды алу үшін ақшалар көп болғаны өзімізге жақсы. Достар, өздеріңіз көріп отқандай МК-мен алыстан хедшот беру ыңғайға келмей жатыр. Яғни менің МК автоматының скині де ондай топ скиндерге кірмейді. Енді бар скинімен ойнаймыз. Бізде адамдар саны шектеулі, яғни бір адам болса да өлтіріп қалу керек. Мінекей достар, бұл екінші раундта МК-мен хедшот беру болмады. 3-ші раундта обязательно хедшот беретін боламыз, өткені МК-мен сіздерге қалай хедшот бастан беру керек екенін айтқан болатынмын. Қазір ойын барысында хедшотпен өзімізді МК-мен ойнау керек екенін көрсетеміз. Адамдарды іздеп жүрміз. Осы карта маған ұнамайды, өткені кілең ящиктер, карта үлкен, адамдарды іздеуге көп күш саласын. Болмаса ящиктердің артынан тығылып, артынан өлтіріп кетеді, болмаса неше түрлі. Айтып отырмын ғой достар, біздің қарсыласымыз арт жағымыздан келіпті. Мінекей достар, қазір хедшот кетеді. Міне, көріп тұрғандарыңыздай МК-мен хедшот берілді. Біздің достарымызды әлсіз сияқты, ойнай алмайтын сияқты бір адам. Достар, көріп отқандарыңыздай бұл раундта біз ұтылып қалдық. Екінші раундта, яғни жабылып кетті. Енді 3-ші раундта XM8-мен ойнайтын боламыз. Және де мен стена алуды жаңа екінші раундта ұмытып, 3-ші раундта ұмытып кетіппін. Енді осы раундта обязательно стенамен ойнап, өзімізді қорғайтын боламыз. Арт жақтан атқан кезде, чтобы өзімізді толыққанда қорғаныста болу үшін. Қазір XM8-мен обязательно ойынды көрсету керек, хедшот беруіміз керек біз. Әр қарумен ойнағаннан кейін бір өзінің ерекшелігі бар, әрбір қарудың. Достар, мынау енді зажим болып кетті. Зажим болғанда жаны аз екен, бір оққа құлап қалды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазір хедшот береміз.
Анекей достар, міне хедшот осылай беру керек. Төртінші адамды іздейміз, төртінші адам мына жақтан келді. Бұны да хедшотпен күтіп алатын. Достар, өздеріңіз көріп отырғандай X-M8 мен хедшот жақсы кетті. Хедшот бергеннен кейін эмоция көрсету керек деп ойлаймын обязательно. Бүгін біз двухстволкамен және X-M8 мен төртінші раундты ойнаймыз. Өзімізді сенамен толыққанды толтырып, үшінші уровеннің каскасын бронежилетін киіп алып, осы раундта да хайлайт көрсетуіміз керек біз, өйткені ойын нәтижесі мінекей достар. Көріп отырғандарыңыздай бірінші адам кетті, хедшот. Екінші адамда осы жерлерде атысып отыр. Міне тағы да хедшот кетті. Достар, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай біздің бірінші адамды өз командаңызды алып шығуларыңыз керек сіздер. Достар, көріп тұрғандарыңыздай басқа